Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қаңтардың 20-сы. Сабақтың алдында тілдерімізді дамытамыз. Сұрақтарға жауап беру арқылы тіліміздерімізді дамытамыз. Ребята, прежде чем начать урок, давайте поработаем над разминкой речи. Қазір қай жыл мезгілі? Қыс айларына таңдар. Қазір қай ай? Бүгін қандай күн? Бүгін ауа райы қандай? Өткен ережелерді еске түсіреміз. Давайте, ребята, вспомним правила, которые мы проходили. Нақ осы шақтың жасалу түрі, ауыспалы осы шақтың жасалу түрі және жедел өткен шақтың жасалу түрлерін еске түсірейік. Вспомним, как образуется нақ осы шақ, ауыспалы осы шақ, жедел өткен шақ. Ребята, вы видите на экране глаголы, которые вам нужно распределить по графам. Хорошо, жақсы. Я надеюсь, что вы правильно и справились с этим заданием. Өткен тақырыпты еске түсірейік. Жер астына саяхат тақырыбын қайталаймыз. Жер астына саяхат атты шығарманың авторы кім? Кто является автором произведения «Жер астына саяхат. Путешествие под землю»? Шығарма қай жылы шықты? В каком году было выпущено это произведение? Шығарманың кейіпкерлері кімдер? Кто является героем произведения? Олар қайда сапар шекті? Они куда отправились путешествовать? Бұл шығармада не туралы айтылады? О чем говорится в этой произведении? Хорошо, ребята. Я надеюсь, что вы правильно ответили на данные вопросы и повторили пройденную тему. Үй жұмысын тексерейік, оқушылар. Давайте проверим домашнее задание. Үйге тапсырма болды. Ойнадық, кенелдік етістіктерін жедел өткен шақта жіктеу. Жекеше және көпше түрінде жіктеу керек болды. Вам нужно было изменить по лицам в прошедшем времени глагол ойнадық и кенелдік. Ребята, хочу напомнить, что глаголы ойнадық и кенелдік, стихотворение данное, они уже стоят во множественном числе, используя местоимение без. Жекеше түрі местоимение мен, сен, сіз, ол. Көпше түрі біз, сендер, сіздер, олар. Жақсы. Ал енді оқушылар сабақтың тақырыбына көшейік. Бүгін сабақта жер астындағы қызықты оқиғалар деген тақырыппен танысамыз. Сегодня тема нашего урока «Интересные события под землей». Жер астындағы қызықты оқиғалар. Бүгін сабақта мәтін мазмұны негізінде шынайы өмірмен байланыстырып, сұрақтарға жауап бере аласыңдар. Жедел өткен шақ қызметін біліп, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолдана білуге тырысасыңдар. Сегодня на уроке вы познакомитесь с текстом, сумеете ответить, постарайтесь ответить на данные вопросы, а также используйте в устной и письменной работе жедел өткен шақ, недавно прошедшее время. Алдымен жаңа сөздермен танысамыз.
Вначале давайте познакомимся с новыми словами, которые вы должны записать в словарь. Егін – урожай, ору – жать, косить, тілгілеу – жіктеу, болат, қалақ, кенші. Қайталаймыз сөздерді. Егін, ору, тілгілеу, жіктеу, болат, қалақ, кенші. Оқушылар, жаңа сөздер мен сөз тіркестер, сөйлемдер құрастыруға тырысыңдар. Ал енді мәтінге көшейік. Егінді өзі орып, өзі басып, өзі ұшырып тазартып, дәнді төгіп беретін машина комбайн ғой. Комбайн – это машина, которая сама собирает урожай, сама его прессует, сама очищает и высыпает зерно. Мұнда тау комбайны бар екен. Здесь находится горный комбинат. Ол көмірді тілгілеп, жіктеп алады, өзі құлатады және өзі жинап, бірден конвейерге тиеп беріп отырады. Он сортирует уголь, сбивает его, сам собирает и сразу загружает на конвейер. Тау комбайнның болат сары тістері көмірді тілгілегенде босаған көмір өзі құлап түседі, ол көмірді жерге түсірместен қағып әкетіп тұратын үлкен қалағы бар. Когда желтые стальные зубья горного комбайна разрезают уголь, высвободившийся уголь падает сам по себе, и у него есть большое лезвие, которое отбивает уголь, не роняя его на землю. Осындай тамаша машинаның тілін жақсы біліп жүргізетін кенші жұмысшыларды көріп, Ақылбай үйренсем деп қызықты. Ақылбай, увидев шахтеров, хорошо знающих язык такой замечательной машины, заинтересовался этой профессией. Көмір пласттарының қалай бет алғанын, қалай қазу керек екенін көрсетіп, өлшеп инженер-геологтер де жүр. Инженеры и геологи также показывают и измеряют направление угольных пластов и способы их рытья. Ақылбай мен Шәкенге олар көмірден орман, тоғай өсімдіктерінен пайда болғанын дәлелдейтін көмір ішіндегі ағаштың көмірге айналған сабауларын көрсетті. Они показали Ақылбаю и Шәкену куски дерева внутри угля, что доказало, что уголь образовался из лесных и рощевых растений. Ал енді оқушылар мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтінде не туралы айтылған, о чем говорится в тексте, мәтінде қандай мамандық туралы айтылған, о каких профессиях говорится в тексте. Мәтінде комбайнның қандай түрлері айтылған, какие виды комбайнов говорится в тексте. Инженерлер мен геологтар нені көрсетті, что показали геологи и инженеры. Ақылбай неге қызықты, чему заинтересовался Ақылбай. Оқушылар, сұрақтарға толық жауап беруге тырысыңдар. Келесі тапсырма мәтіннен етістіктерді атаңдар. Және бір етістікті жедел өткен шақта айналдырып жазыңдар. Оқушылар үйге тапсырма.
98 бетте 3 тапсырма жазбаша орындайсыңдар. Берілген сөздермен сөйлемдер құрастырып келіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Оқушылар, сау болыңдар.